Екінші бөлім. Айсұлу көзін жаймен ашты. Қабырғалар арасынан сүзіліп түскен таңғы жарық оның жүзіне түсіп тұр. Алғашында бұл шын ба, әлде түс пе, өзі де ажырата алмады. Бірақ бір нәрсе анық еді. Ішкі түйсігі оны қайта тірілгендей сезіндірді. «Сен ояндың» деген таныс дауыс естілді. Айдана жанында отыр екен. Кішкентай қыздың жүзінде шаттық, сенім және беймаза үміт қатары өрілген. «Әкем айтқан, бұл әйелде рух мықты», деді ол мақтанышпен. Айсұлу басын изеді. Әлсіз, бірақ денесінде бір жылулық таралып жатқандай. Денесінің әр буыны сырқыраса да, жүрегі бұрынғыдай емес, өмірді қалайтынын сезді. «Қайда, мен қайдамын?» деді ол ақырын. Айданаға ілесе, бөлменің бұрышынан бір ер адам шықты. Үстінде қарапайым киім, жүзі сабырлы, оның көзінде қорқыныш та, аяушылық та жоқ, тек сабыр мен ілтипат. «Сен енді қауіпсіз жердесің. Өлім сені алып кете алмады. Себебі сен қарсы тұрдың», деді ол. «Сіз кімсіз?» «Атымның маңызы жоқ. Маңыздысы, сен жалғыз қалдырмағанымыз. Мен тек жолды көрсеттім, шешімді өзің қабылдадың». Айдана оған кішкентай тостаған ұсынып, ішіндегі көп шөп тұнбасын ішуді өтінді. Дәмі ащы еді, бірақ бір сәтте бойы жылып сала берді. «Ал Бекжан», деп сыбырлады Айсұлу. Ер адам терезеден сыртқа көз тастап тұрып. «Ондай адамдар ерте ме, кеш пе, өз істерінің жазасын тартады. Саған кек алу қажет емес, тек тыныш өмір сүр». Айсұлу үнсіз басын изеді. Шынымен, енді оған өш алу емес, бейбіт өмір қымбат. Түске таяу Айсұлу орнынан тұрып сыртқа шықты. Айналаға алғаш рет тыныштықпен көз жүгіртті. Ағаштар арасынан күн сәулесі ойнап, жапырақтар сыбырлап тұрды. Аулада тұрпайы, шала жансар көрінетін көлік дайын тұр. Мотоцикл мен жүк көлігінің қоспасы сияқты. Оның жүргізуші орнында Айдана жайғасып үлгеріпті. «Жүр кетейік», деп күлімсіреп шақырды ол. Айсұлу соңғы рет ескі үйге, ағаштарға үнсіздікке қарады. Бұл орман оның түбі емес, қайта бастауы болды. Иә, жаңа өмірге. Көлік сықырлап қозғалды. Ағаштар арасынан бір жапырақ ұшып, олардың артынан ілескендей болды. Осы сәтте алыс қалада Бекжан кеңсесінде жалғыз отырды. Құжаттарын қарап, бәрі өз жоспарына сай келе жатқандай көрінеді. Бірақ шындық шыдамсыз. Көршілер, таныстар сұрай бастады. «Айсұлу қайда? Неліктен? Байланысқа шықпайды? Дәрігер де таба алмады?» Сұрақтар көбейді. Ал Айсұлу орманда емес, ол енді басқа ауылда, таулы аймақта, тыныш үйде өмір сүріп жатыр. Оған көмек қолын созған адамдар бар. Айдана оның жанында қыз бала күлкісімен күн нұрын шашып жүргендей. Тіршілікке араласып жатыр. Бұрынғы өміріне оралмайды. Ол енді басқа адам. Жан жарасын емдеп, болашаққа сеніп қарайтын әйел. Күндердің бір күнінде пошта жәшігінде хат пайда болды. Үстінде ешқандай мекен-жай жоқ, тек бір сөйлем жазылған. «Бұл өмір енді тек сенікі». Айсұлу жымиып Айдананың құшағына басты. Ол тірі еді, енді расымен тірі еді.